қасында алдында сіздердің қағаз бар. Сол қағазды өздерің ала бересіздер. Мынаттан қағаздарыңызды. Бұл алты қағаз, сондықтан біреуіне екі қағаздың алуға болады. Қане оқимыз, қандай сөз шықты? Жырау өз жанынан жыр шығарып айтатын эпостар мен толғаулардың орындайтын халық поэзиясының түрі. Жыр бірнеше ғылымға тізбектеген жыр жолдары поэзиялық шығармалардың жалпы атауы. Жаңағы жыр деген сөзге қайсысына түсті жыр деген сөз? Сөзді. Үшіншісі тағы? Жырдың үшіншісі кімге түсті жаңағы? Bir var ya. Маған жырау түсті. Mağan jırau. Маған жыр Дариғаның жыры. Отаймызда жыр тобы жаңағы Дариға мен Камила екеуі бір топ, Альбина мен Бекназар бір топқа бөлінді. Енді жақсы. Олаймызда топқа бөлініп қана отыра қоямыз. Ал қана өзіміздің тобымызды тез тауып отыра қоямыз балалар. Енді балалар, сабақты бастамас бұрын мен қазір сіздерге айтып қояйын, сіздердің әрқайсыларының алдында жеке бағалау парағы бар. Біз бүгінгі сабағымызды осы бағалау парағы арқылы бағалап отырамыз. Өте жақсы. Олаймызда бірінші біз қазір үй тапсырмасын есімізге түсіруден бастайық. Үйге қандай тапсырма берілді? Осынша мәлімет жинап берді. Қандай мәлімет жинап екен балалар? Ал, Амина? Жиенбет мерген батыр, өз сөзінде тұратын адам. Жиенбет өрлігін, беріктігін, жұмыскерлігін жырлаған жырау. Жиенбет өз елін қорғап, ер есім ханның арамдылығын барша жұрт көзінше айтқан. Ханның қылығына қайраты шыдамаған алаш жұрты, ұран беріп хансыз өмір салт ұстай алашылықты ұрандаған. Жақсы. Мәлімет қайдан алды? Кітаптан ізденіш жұмыстары. Жақсы. Ал, Камила? Жиенбет жырау 1570-1575 жылдар шамасында дүниеге келген. Жиенбет кіші жүзді бай ұлы тайпасының Тана руынан шыққан. Жиенбет батыс Қазақстан аймағының Өзен, Жем, Арал ауылдарында жас шағын өткізген еді. 16 жасынан бастап би хандардың жанында жүріп, ел билігіне араласқан. Жас екендігіне қарамастан нағыз ер болған. Аса дарынды жырау. Жақсы. Тағы қойсын. Ал, Дариға. Жиенбет жырау ханның сенімді батыры және беделді би болған. Ол ханға адал қызмет етіп, өз елдерін мақтаған. Жиенбет жырау жазған бұл толғау өзінің ханның ел есімді айтқан шағын жазылған. Жақсы. Тағы Бекназар айтады. Жиенбет жырау қазақтың батыры және жырауы. Жиенбет жыраудың толғаулары өте көп. Жиенбет жырау бала кезінен мергендікке жақын болған. Жиенбет жырау көптеген хандардың және билерді шешендердің арасында жүріп, өзінің жақсы қырына көрсетіп жүрді. Жақсы. Олай болса, бағалау параны үй жұмысына өзіміздің тиісті ұпайымызды, тиісті бағамызды қоямыз. Яғни, мына алдарында смайликте, сол смайлик бойынша қандай үй жұмысына бағалайтынымызды анықтаймыз. Жақсы балалар. Өзін-өзі бағалау және жұртты бағалау.
смайликтерін араладым. Себебі олар үй тапсырмасын жақсы орындады және де Жиембет жыраудың туралы мәліметтерді көп жинады деп ойлаймын. Жақсы. Дариға? Мен балалардың мынандай смайликтермен араладым. Біріншісі өте керемет, екінші және үшіншісі бәрекелді деген смайликтер. Аминаға мұндай смайлик қойған себебім ол Жиембет жырауды сипаттап және ол туралы мәлімет жазған. Биказа мен Камила көп Жиембет жыраудың өмірін және ол туралы жазған. Жақсы. Амина? Мен барлық оқушыларға бәрекелді деген смайликті қойдым, себебі олар үйге берілген үй жұмысын жақсы орындап шықты. Жақсы. Ал Бекназар? Мен барлық оқушыларға бәрекелді деген смайлик қойдым, себебі олар түрлі ақпараттарды ізденіп, бүгінгі берген үйге берген тапсырманы жақсы орындады. Жақсы. Жақсы балалар, бүгінгі үй тапсырмасынан біз біраз мәлімет алып қалдық деп ойлаймын. Олай болса балалар, қазір біздің бүгінгі сабағымыз тақырыбы Жиембет жырау, Жиембет жыраудың еңсеге бойлы елесін шығармасын талдау. Олай болса кітаптарды аша қойдық балалар. Біз үйде оқыдық, мәліметтер жинадық және еңсеге бойлы елесін тақырыбын оқыдық. Еңсеге бойлы елесін деген мақсатымыз шығармадағы көркемдегіш құралдардың қолданысын талдау. Яғни көркемдегіш құралдарды білеміз, символ, синектоха, қайталау түрлері, анакора, эпикора және аллитерациясының риторикалық сұрақ. Осыларды біз талдауымыз керек. Екінші, кейіпкерлердің іс-әрекеті мен авторлардың портреттік мінездемені салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру. Біз бүгін осы екі мақсатқа жету үшін не істеуіміз керек, балалар? Тырысуымыз керек және берген тапсырманы мұқият орындауымыз қажет етеді. Олай болса, қазір сендердің алдарында бағалау критерийлері бар. Осы критерийлер бойынша тағы біз бір-бірімізді бағалаймыз. Шығармадағы көркемдегіш құралдарды қолданысын талдайды және жаңа айтып өткен кейіпкерлердің іс-әрекеті мен авторлардың портреттік мінездемені салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға береді. Осы екі бағалау критерий бойынша біз бір-бірімізді бағалаймыз. Енді бірінші тапсырма жаңа беріп өтейін сендерге. Алдарында қағаз бар, сол қағазда бірінші менің ережем деп аталады. Онда бірінші топтың тапсырмасы жыр жолдарына берілген көркемдегіш құралдарды табасыздар. Екінші топта да сол тақырып бойынша табады, бірақ араларыңызда символ, синектоха, эпикора, анакора, риторикалық сұрақтар барлығы бар. Жақсы. Іске сәт балалар қана орындаймыз. Кітапты аламыз, сол кітаптан өзіміз талдаймыз. Сіздерге қазір уақыт беріледі. Уақыт беріледі балалар.
балалар, біздің уақытымыз аяқталды, иә? Уақытымыз аяқталды, балалар. Қай жерге келіп тоқтады, сол жерден тоқтатамыз. Қана қай топтан оқушы шығады? Жақсы, шағын. Көркемдегіш құрал теңеу. Бір заттың екінші затқа теңеу. Мысалы, менің ерлігімді сұрасам, жолбарыспен айдай. Оның қолдану ерекшелігі жендеттің ерлігі сипатталып жазылады. Ассонанс. Өлең жолдарының бірыңғай дауыстар тегін қайталануы. Оған мысалы, етеге бөлім елесім, есім сенің есіркен, есімде менің кеңесім. Бұл жерде ер есім ханның образы кейіптелген. Аллитерация. Өлең жолдарының бірыңғай дауыстар тегін қайталануы. Тал шарбаққа мансақтап, тас қалада жансақтап. Бұл жерде ер есім ханның алаш жұртына сақтығы жасағаны туралы айтылған. Риторикалық сұрау. Өлең жолдарындағы сұрақтар. Жеңбек қайда дегенде не деп жауап бересің? Жақсы. Қоса қояйық. Жақсы, келесі. Ал айтылы. Эпифора. Өлең жолдарының ең соңғы сөздерін қайталануы. Мысалы, тілеуберді қолым мен емес, мұның ханым жөн емес. Бұнда эпифора емес деген сөз. Анафора. Өлең жолдарындағы бірінші сөздердің қайталануы. Мысалы, ат құйрығын кесемін, ат сауырын беремін. Бұнда анафора ат деген сөз. Жақсы, қоса қояйық. Келесі. Бекназар. Теңеу дегеніміз бір заттан екінші бір затқа теңеу көрсету. Мысалы, жеңбет жырау туралында ерлігімді сұрасам, жолбарыспен айдай. Бұнда айдай деген сөз теңеу болып көрсетіледі. Ал мына қолдану ерекшелігі жеңбет жыраудың туралында есеге бөліп ересімнің батылға жолбарыған. Ассонанс. Сөйлемдердің бірыңғай дауысты дыбыстан басталуы. Мысалы, ат құйрығын кесемін, ат сауырын беремін. Бұнда есеге бөліп ересіммен есім ханның сөйлескендегі ересімнің есім ханға атқаны туралы жазылған. Аллитерация. Сөйлемдердің бірыңғай дауысы дыбыстан басталуы. Мысалы, тас қалада жан сақтап, тасқа некен таған. Бұнда тас, тасқан деген сөздерде ең басты әріпте т дауысы дыбыстан басталғандықтан, бұнда бұл аллитерация болады. Риторикалық сұрау сөйлемдерде жыр жолдарын жауапсыз қалған сөйлемдер риторикалық сұрауы сөйлем болады. Мысалы, жеңбет қайда дегенде сұрда ханым немесі дегеніміз риторикалық сұрау сөйлем болады. Жақсы, қоса қояйық. Дариға. Эпифора. Соңғы сөйлемнің қайталануы. Тал шабаққа мал сақтап, тас қамалда жан сақтап. Мұнда сақтап деген сөз сөйлем соңында кездеседі. Анафора. Бір жолы тармағынан бірдей сөздің қайталанып басталуы. Мысалы, ат құйрығын кесемін, ат сауырын беремін. Мұнда ат сөзі екі рет қайталанған. Риторикалық сұраулы сөйлем. Мұнда жырда келсек сұраулы сөйлемдер. Мысалы, судан ханым өлесің. Мұнда сонда ханым кесін дегенде өзінің ханымға сұрақ қойып тұр. Жақсы. Қоса қояйық. Енді баға ойнаймыз. Қазір баға парағымызға әрқайсысын өзіміздің істеген жұмыстарымыз. Жақсы. Ал қандай жаңағы бірінші тапсырма бойынша бір-бірімізді бағалай қойдық, иә? Ал Амина. Мен Камилаға түсінбедім деген, ойлану керек деген смайликті қойдым. Себебі ода синоптоха көркемдегіш құралының мысалы болған жоқ. Және Бекназарға бәрекелді деген смайликті қойдым. Себебі ол берілген тапсырманы толық орындады. Және Дариғада да кейбір көркемдегі
мында Аминаға жақсы, ал екі қызға ойлану керек деген қойдым. Өйткені Аминаға жақсы қойған себебім, Амина бір ғана тапсырмадан қателесті, ал қалған тапсырма толық орындады. Ал Камила мен Дариғаға қойған себебім, Дариға мен Камила олар кейбір әдеби теориялық ғылымдардан қолданған ерекшеліктерін, кейбір мысалдарын жазған жоқ. Сондықтан мен оларға ойлану керек деген байлық қойдым. Жақсы. Ал Дариға? Мен барыңызға ойланып керек деген сценарий деп қойдым. Себебі мұнда бәрімізде де кейбір көкемдер